Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте жылдам дайын болатын, өте дәмді чак-чак әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Оның үстінен жарты шай қасық сода қосатын боламыз. Және жарты шай қасық тұз қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Ал енді керегінше ұн қосып аламыз да жақсылап қамыр илейтін боламыз. Иленіп болған қамырымызды 10 минутқа қойып қоятын боламыз. 10 минуттан соң қамырымызды аламыз да жақсылап жұқа етіп қамыр жайып шығатын боламыз. Қамырымыздың қалыңдығы қатты жұқа болмауы қажет. Ал енді қамырымызды жайып болғаннан соң осылай ұзынша бөлшектерге бөліп аламыз да бір-бірінің үстінен орналастыратын боламыз. Енді майдалап осы видеодағыдай кесіп шығатын боламыз. Қызып тұрған майда чак-чактарымызды бір уыстай аламыз да осылай ішіне салып, жақсылап қызартып, қуырып алатын боламыз. Міне дәл осы видеодағыдай қызарғаннан соң майдан сүзіп алып, ыдысқа саламыз. Ал енді келесі кезекте біз сиропымызды дайындап аламыз. Ол үшін су, қант, медымызды жақсылап араластырып, отта қыздырып аламыз да осылай чак-чактарымыздың үстінен қосып араластырып аламыз. Сиропымызды ыстықтай құйып алуымыз қажет. Ал енді дайын болған чак-чактарымызды осындай арнайы формочкада жинайтын боламыз. Барлық чак-чактарымызды ішіне орналастырамыз да үстінен қатты баспай нығыздап алатын боламыз. Дайын болған чак-чактарымызды жарты күнге немесе бір күнге холодильникке қойып қоямыз да өз қалауыңыз бойынша кессеңіздер болады. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып лайк басып комментарий қалдырып кетіңіз.